6 жасқа толмаған көрермендерге арналған көрсетілім. О, күшті. Мен де құмыра жасағым келіп кетті ғой. Менде бір ой бар. Достар, мен бұрында құмыра жасап көрмеппін. Қалай ойлайсыздар, маған қиын бола ма? Достар, мына саз қатты сияқты, менің күшім жетпейтін сияқты. Ең бірінші мына сазды тесіктің ортасына орнатып аламыз. Ауа қалып қалған жағдайда ыдыс сынып кетуі мүмкін. Осылай ортасын тес болғаннан кейін қабырғасын көтереміз. Құмыраның қабырғасын жасап болдық, енді формасын жасаймыз. Құмыраның мойнын жинамай тұрып, ішін сыртып аламыз. Енді мен құмырамды жоғалтып алмау үшін атымды жазып қоямын. А, И. Мен өз атымды құмырама жазып қойдым. Енді менің құмырам жоғалмайды. Достар, менің құмырам дайын, енді бұны кептіреміз. Арада 3 күн өтті, енді менің құмырам кепті. Біз оны күйдіреміз. Мәссаған достар, қараңыздар, не деген көп құмыра? Мұнда айдың суреті бар. Ат жағында күннің суреті бар. Достар, қараңыздар, мынау өте сүйкімді екен. Бұл жаққа әшекейлер салып қоюға болады екен. Мен бұл құмыраны жасыл түске бояймын. Себебі қазір көктем мезгілі. Құмыра жасау мен ойлағандай қиын емес екен. Маған көмектескен Айнұр әпкеге рахмет.